6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Мына жарығы бір өшіп, бір жанып тұратын үйді шаршатты. Қаланы дұрыс басқармай отырған қала әкімі де жыныма тиіп бітті. Сол әкімді орнынан кетіру үшін не істемедім? Алып сағатты істен шығардым. Дамбаны қоқысқа толтырдым. Кемені апатқа ұшыраттым. Бірақ барлық ісім сәтсіз аяқталды. Неге? Себебі Самұрық деген батырымыз алып ұшып көмекке келеді. Әкім орнынан кетпеді. Енді не істесем екен, Әкімнен де, Самұрықтан да құтылатын жол бар ма жоқ па? Ей, сен не істеп отырсың? Менің көмекшім емессің бе? Иә, әрине. Бар зейінің менде болу керек емес пе? Не қарап отырсың? Жаңалықтардан қаламызға атақты спорт машинасы Найзағай келетінін айтып жатыр. Найзағайдың келуіне орай қала әкімі қалашығымызды өте әдемі қылып безендіріп жатыр екен. Қалай әдемі болған сияқты. Олай болса қайтайық. Кеште болып кетті, әрі бәріміз шаршадық. Айтпақша, араларыңыздан біреу қалып, мұна безендіруімізді күзетсе дұрыс болар еді. Айналайын, мұныңды қалай түсінсек болады? Сені күзетсін деп тастап кеттік қой. Ал сенің жатсың мынау, шарлар қайда? Қандай шарлар? Қандай шарлар нес? Жарығым ау, арка қайда? Шарлар қайда? Кешірім сұрайым, қара басып, ұйықтап қалыппын. Кешірім сұрағаннан бәрі орнына келсе ғой, шіркін. Самұрықжан, енді не істейміз? Найзағай көлік болса жарты сағатта келеді. Ал біздің дайындығымыздың түрін қара, қалашығымыз масқара болатын болды. Маған бір ой келді. Тек маған 2 көмекші берсеңіз, бұл істі тез бітірер едім. Әрине, Самұрықжан. Қателігіңді жуып шаятын мүмкіндік туып тұр. Қасыңа бір көлікті ертте, Самұрықтың артынан ер. Айналайын, Самұрықжан, рахмет саған.
Мына көліктер болмағанда бұлай тез болмас еді. Иә. Рахмет сендерге көліктер. Ал, енді безендіруімізді аяқтайық. Қош келіпсіз, Найзағай мырза. Құрметтеріңізге разымын. Мені бұлай әлі ешкім қарсы алмапты. Көп рахмет сіздерге. Саған кім балдырған деп ат қойған? Сенің атың балдырған емес. Бүлдірген болу керек еді. Бүлдірген соң жөндеп бүлдіру керек қой. Ой,